Егер де сіз түсініксіз жағдайда жүрген болсаңыз, өзіңде дуа бар деп сезінсең, біреу дуалады деп күмәнің болған болса, немесе өзіңде тіл көз бар, немесе бір жаман негативный энергия бар екенін сезінсең, магия әсер еткен болса, өзіңді жайсыз сезініп жүрген болсаң, онда осы техниканы жаса. Егер де дуа, қарғыс жоқ болса сізде, онда для профилактики бұны әр 6 ай сайын жасауға болады. Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Видеоның алдында бұл техниканы кімдерге жасауға болатынын атап өттім. Бұл техниканы любой кезде, любой айда жасай беруге болады. Тек жаңа ай туған кезде жасауға болмайды. Тек қана новолунияда жасауға болмайды. Қалған барлық ай циклдарында жасай беруге болады. Бұны жатар алдында 1 сағат бұрын жасауыңыз керек. Қазір айтамын достар, ол үшін бізге қажет нәрселерді. Ол үшін бізге любой бір свеча керек. Любой бір свеча керек. Парафиновый болса да болады, церковный болса да болады. Әйтеуір бір свеча керек. Сізге новый, бұрын қолданған свеча жарамайды. Мен мынандай бір свеча алдым. Түсі тек қара болмаса болды. Қалған түстері барлығы жарай береді. Және бізге тұз керек. Мен осындай ыдысқа салып алдым тұзды. Спичканың коробкасына. Сосын тұздан басқа бізге жақын арада, где-то шамасы 6 ай бұрын түскен суретіңіз керек. Свежий түскен. Бастан аяққа дейін және жалғыз бір өзіңіз түскен сурет керек. Егер де басқа біреуге жасап жатырсаңыз, онда ол адамның суреті керек. Бұл техниканы өзіңіздің жақындарыңызға да жасауға болады. Егер дуа бар деп, қарғыс, дуа, негативный энергия бар деп ойласаңыз, онда жасауға болады. Достар, көп сөйлемей іске көшейін. Фотоңызды осылай қоясыз, міне. Оның үстіне мына тұзды қоямыз. Оның үстіне тұзды қоямыз да, мына свечаны жағып, біздің жұмысымыз. Свечаменен барлық тұзды бейтіп, үстінен печаттап тастауымыз керек. Яғни свечаның жаңағы парафинның немесе воскпенен полный былай жауып тастауымыз керек тұздың үстін. Себебі біздер жаңа дуаны, сиқырды, немесе негативный энергия, қарғыстарды біздер өзімізден алып тастауымыз керек. Сондықтан мына свечаны жағып, біздердің жұмысымыз. Полностью мынаны тұзды жауып тастауымыз керек. Міне мен свечаны жақтым да, осылай міне тұзды осы свечаның несіменен міне сөніп атыр. Сөніп қалды. Қайттан жағып алайын. Міне достар, мен осылай тамызып, қайта сөніп тұр менің свеча. Міне достар, осылай барлық міне тамып бастаған бойдан дұғаны оқи бастайсыз. Сіздер дұғаны алдын ала бірдеңеге көшіріп алуыңыз керек, ақ бетке. Осылай тамыз бастағаннан дұғаны оқи бересіз. Дұға деген өте қысқа. Сондықтан сіздер мына тұзды тез печаттап тастау үшін сіздер кішкентай ыдысқа, мен сияқты кішкентай осындай ненің коробкасына, спичканың коробкасына жасасаңыз болады. Мен сияқты міне дұғаны мысалы мен оқып отырмын, өстіп печаттап жатырмын. Міне барлық жерін мен өстіп печаттап тастаймын. Жанып кетпеуін қадағалаңыз, себебі мынау коробка қанша айтқанмен қағаз. Мысалға мен қазір дұға оқып отырмын. Сіздер де дұға оқисыңыз дауыстап. Мен тек сіздерге көрсетіп отырғасын, дұғаны оқымай, тек былай пример үшін көрсетіп отырмын. Міне
еш жер ашық қалмау керек. Барлық жері жабылу керек. Міне достар, мен барлық жерді печаттап тастадым. Тұздың үстін көрдіңіз ғой. Тұздың үстін полный свечаменен жауып тастадым. Полный жауып тастаған кезде свечаны сөндірген бойдан дұғаны да оқуды қоясыз. Дұғаны оқымайсыз уже. Одан кейін мынаны былай қоямыз да, мына суретті басқа техникаларға қолдануға болмайды. Бұны қай жерден алдыңыз, сол жерге қоясыз. Альбомнан алған болсаңыз, сол орнына апарып қоя саласыз. Ал мынаны не істейміз, қазір айтамыз. Мынаны сіздер жататын, сондықтан мен айттым ғой сіздерге 1 сағат бұрын жасауыңыз керек ұйықтар алдында деп. Жатар алдында матрастың астына аяқ жағыңызға қоясыз. Бір күн таң атқаншен қоясыз. Кроваттың астына, егер сіздер спальныйдың кроватында жататын болсаңыз, онда кроваттың астына аяқ жағыңызға қоясыз. Егер жерде жататын адамдар да бар ғой, жерде көрпеше төсеп жататын болсаңыз, көрпешенің астына аяқ жағыңызға қоясыңыз. Бірақ мынау төгіліп қалмау керек, соны қадағалайсыз. Астына бір салафан төсейсіз ба, білмеймін, әйтеуір төгіліп қалмау керек бұл. Егер де басқа біреуге жасап жатқан болсаңыз, жолдасыңызға, сіңліңізге, немесе ініңізге, жақыныңызға біреуге жасап жатқан болсаңыз, онда оның кроватының астына қоясыз, аяқ жағына. Немесе матрасының астына, жерге жататын болса. Таңертең тұрасыз да, таңертең тұрған бойдан енді дәретіңізге барып келесіңіз, дәретіңізді алып. Содан кейін мына неден құтылуыңыз керексіздер, осы тұсыдан. Бұны любой өз территорияңыздан шығасыз, үйдің қасындағы шөптерге, ағаштарға тастауға болмайды. Сыртқа алыстау бір жерге ағаштың түбіне лақтырып тастауға болады, немесе жаңағы шөптің түбіне лақтырып тастауға болады, бірақ жерге міндетті түрде. Бұл жер өзі сіңіп, жерменен мынау жоқ болып кету керек. Өзі іріп-шіріп, сіңіп, сөйтіп жоқ болып кету керек. Достар, біздер ешкімге жамандық жасап жатқан жоқпыз. Сіздің дуаңыз, сиқырыңыз, негативный энергияңыз ешкімге көшпейді. Тек жерге сіңіп, өзінен өзі жер обрабатывать етеді да, жерге тастап кетуіңіз керек, лақтырып. Үйдің айналасына тастауға болмайды, территорияңыздан алыстау жерге. Бір адамдар ұстаса да, бала шаға ұстап қойса да, бұған ол адамдарға еш нәрсе қылмайды. Сондықтан бұны смело таңертең үйіңізден алшақтау жерде шөп немесе ағаштың түбіне сондай нелерге апарып лақтырып тастайсыз. Бұны 6 айда 1 рет жасауға болады. Басқа еш нәрсе жасамайсыз, достар. Болды, сонымен түсінікті болды деп ойлаймын. Мені бағалап, лайк басып, каналыма жаңа келген көрермендер болса, жазылып кетіңіз. Осыдан кейін тағы бір видео түсіремін бұйырса, достар. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Келесі видеода кездескенше.